Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін біз тақырыпта және обложкада өздеріңіз байқап тұрғандай 24 сағат пижамамен. Достар, сіздер сұрадыңыздар, ал біз орындадық. Яғни Бану мен Ұлжан бүгін 24 сағат бойы посуда жуса да, үй жинаса да, сыртқа шықса да, не істесе де осы пижамамен өмір сүреді. Қызық болайын деп тұр. Сабақ орындаса да 24 сағат бойы осы пижамаларын ауыстырмай жүретін болады. Ал достар, алда қызық көп. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Ал достар, біздің Ұлжан уже бастап кетті жұмысын. Біздің үйде негізі үшеуміз кезектесіп посуда жуамыз. Ал үй жинауға келсек, Ұлжан мен Бану тек қана жексенбі күні ғана үй жинайды, қалған күндері өзім жинаймын үйде. Себебі олар сабағын орындасын деймін ғой енді. Жұмысқа салып қоймайын деп қалған күндері өзім жасаймын, тек жексенбіде ғана қыздар үй жинайды. Бүгін жексенбі күнгі таңғы астың посудасы Ұлжанға бұйырып тұр екен. Енді посудасын жақсылап жуып қоя. Жақсылап жуады, уже үйреніп қалған. Ұлжан, негізі Ұлжан 4-ші сыныпта емес, 3-ші сыныптан бастадың ба Ұлжан? Посуда жууды 3-ші сыныптан бастаған, қазір уже үйреніп қалған посудан жуып. Бану да үйреніп қалған, тек тамақ істемейді, қалған бәрін жасай береді. Ал Бану болса, достар, пылесостайын деп жатыр, ойыншықтарды жинап, уже шашып тастаған ғой. Мұстафа ойыншықтарды салып, соны жинап, пылесостайды енді. Ал достар, біз үйімізді жинап, обедімізді ішіп, енді Ұлжан деген сабаққа кірісейін деп жатыр. Ұлжан сабаққа кіріспес бұрын Ұлжанның сумкасына бір обзор жасағым келіп тұр. Ішінде негізі мен де қарай бермеймін. Сол маған да қызық болып тұр, ішінде не бар екен. Ұлжан, ішін көрейік та. Бәрін алшы. Енді сумкасы деген ауыр да. Достар, мынау да сумканың ішіне шықты ма? Не мынау? Блокнот екен, достар. Ішін былай. Бола ма негізі қарауға? Көздердің, еріндердің түр-түрін сап тастайды. Ішінде тек қана қыздар дейсің. Мынау не болды? Өтіп кеткен ғой. Арғы беті өтіп кеткен ғой. Осындай блокнотының ішінде осылай. Достар, жалпы осындай ішінің бәрін сызып тастаған, ары қарай көруге болмайды дейді. Математика 101 сабақ дейді, логикасын дамытады дегеннен кейін өткенде апай айтқаннан кейін алып бергенбіз. Мынау не істеп жүр? Мынау да сумкадан шықты ма? Бұл не? Мұның бәрін салып алған не істейсің? Мынау не мысалға? Бұлымды қатты сағатын пакетик. Қолыммен аламай жатырмын ғой. Сені алып көмектесіп тұршы, мен былай түсіріп тұрайын. Мынадай қыздардың карталары екен. Жартысын әпші берген, жартысын сатып ағамыз, жартысы өзімдікі. Ойбай, не деген қыздар? Болды, жинай сал. Осындай зат салып жүреді екен сумкасына. Одан кейін мынау кітапқа қоятынымыз подставка ғой. Кезгендікке мама кітабын көрсетейін бе? Көрсетсін, тағы кітаптан басқа не бар? Альбом. Альбом бар екен. Жаңа ма бұл?
кітаптар. Дүйсенбі болатын сабақтар. Мынаның күндерін қара. Күнделігі. Бәйтерек. Жалпы бұлар енді. Ал. Тағы не бар? Тағы ма? Тағы не бар? Көрсет. Көрейік та қызық болып тұрған. На өзі қолдан жасалынған ғой. Вот жоқ, ой. Не бар тағы? Бірақ шейін затыр. Мында фломастері бар. Болды ма? Да, ішінде шеткі жақтарды. Шеткі жақтарында ештеңе жоқ. Осындай екен. Ал енді біздің ұлжан қыз сабаққа кірісейін деп тұр. Давай орындай бер. Ал мен енді Бануды барып көрейін не істеп жатқанын. Ал достар, Бану қызды көрейік. Бану қыз енді посуда жуып жатыр екен. Ал Мұстафа деген не ол қолыңдағы? Не ол? Ойыншық. Бану посудасын жуып жатыр. Одан кейін ол да сабаққа кірісетін шығар. Ал достар, біздің енді Бану қыз посудасын жуып келді, сабаққа кірісейін деп жатыр. Сол Банудың сумкасына да обзор жасашы дедік. Ішінде не бар екен көрейік, Бану. Ал, көрсете ғой енді. Пеналы. Банудың кітап дәптерлері. Білмеймін әйтеуір. Мың бір мақал дейді, осыны бір рет алып еді, Марфуғадан. Пайдасы тиіп жатыр ма бұның? Өйткені бұл жобаға мақал материал деген осыдан көшіре салып. Осыдан ба? Досын шында тұра әдебиет жазайын. Үш мақал сосын осыдан көшіре салып, үш мақал. Өзі қоймаған, алып бергем сөйтті. Әкел, тағы не көрсетесің? Надай раскраскілер екен. Апайлары өздері береді екен. Қалай еді ме оңы? Бұлай қоя. Осын бояйды екен. Күшті, я? Қызық қой мынаны істеген. Өзімде қызығам осындай бояп отырған қашан. Әкел. На жерге қойып отыршы. Кошелегі, Банудың ішінде ақшасы бар ма көрейік. Жинап жүрсің ба? Жинаған ақша, бұл ақша жинайды. Біздің Бану ақшаны негізі жақсы жинайды бұлай. Мақтауға тұрарлықтай. Не? Құртпай жинайды ғой. Так, 2000, 3000, 3500 теңге. 3500 теңгесі бар екен. 300 теңге бар. Қай жерінде? Нада жерінде тиыным бар дейді. Көрейік та. Көріп, міне тиыны бар екен. Өзің ішіне сала қойшы, мен бір қолыммен. Бай екенсің, я Бану. Менен бай екенсің деп па. Мынау декоративный скотч. Скотч бар екен. Резинкасы бар екен. Сумкасында артық алып жүреді резинкалар. Толы әйтеуір сумкасы ауыр. Мына скотч, не істейсің бұл скотч? Не қызық? Ішінде, сумканың ішінде жүреді ма? Мындай суреттері бар, көршісінде ғой. Сосын мындай обложка бер, ашқан ба? Нан қараңдар достар. Сумкасына осылай салып жүреді екен біздің Бану. Белінен ада резинкамен жасап қоямын дейді, былай, шашқа қыстыратын не бар ғой, резинамен былай. Не істеп қойым, біреу ашыпты, что-то резинасы жоқ дейді Бану. Новый екен. Бұның бәрін салып алып не істейсің? Ауыр болып кетеді ғой. Новый дәптер екен. Бірақ біздің Бану ертеңгі күнді алдын ала ойлап жүреді. Кішкентайнан сондай. Черновегі. Аяқ киім сүртуге салфетка алып жүреді. Біздің Бану мен Ұлжан үнемі алып беремін, өзім қадағалап. Үйден шығып бара жатқан кезде үйде пачкасымен, үлкен пачкасымен влажный салфетка қойып, ал мынаны мектепке алып кетеді, қалталарына салып кетеді. Тағы не бар? Ұлжан бей блокнотына жабыстырасың. Мынау не, құдай-ау? Осындай бірдеңе бар екен. Мынау енді
Енді анадай кәдімгі канцелярский мынау қайшы, клей, мынау орамда не істейді? Стикерлері бар. Мәгілей не ағып жүр? Клей бар. Мынау ручкалар. Мына ручкалардың түрі бар. Жартысымен берген. Мына Жартысымен берген. Көбісі мынандай ручкамен жазатын болған ба қазір? Барлығын осындай ручкамен жазбасына өшірілетін ручка ғой. Мынау мынандай қыстырғыштар. Иә, қыстырғыштар. Невидимкалар ғой. Қабаттым. Болды ма? Солай біздің Банудың бүгінгі сумкасында міне мынадай сумка, осының ішіне мына заттардың бәрі кетеді екен. Бәсе неге ауыр деймін бұл сумка, сөйтсем мыналардың не керегі бар мынаның бәрін біреу алсаң да вообще-то алмай ақ қойсаң да болады ғой. Не істейсің ба? Мен сумкама сыймайды, удатта болмау. Сыймай ма? Иә. Солай достар. Сабақ, қыздар енді сабақтарын орындайтын шығар. Сабақ орындап жатқан кезде мен тамағымды жасап алайын, ал сендер сабақтарыңды орындай беріңдер. Ал достар, біз қызық бір ойын ойнап жатырмық. Мына стақандарды кім қанша уақытта жинайды, яғни кім аз уақытта жинап аяқтаса сол жеңімпаз. Жеңген адамға менің атымнан 500 теңге сыйлыққа, достар. 500 теңге де ақша ғой. Осыны жеңіп аламыз жеңген адам. Ал жеңбеген адамға ол да жоқ. Просто қалтамда наличка осы ғана екен. Сол үшін осылай болып тұр енді. Сол, бастаймыз ба достар? Ұлжан, сен қазір Бану екеуіңе де айтып тұрмын. Екеуің қазір 1, 2, 3 деген кезде екеуің де бастайсың. Ұлжан, сен телефондағы начет дегенде басасың, и Бану аяқтаған кезде сен стоп дегенде басасың. Түсіндің бе? Сол арқылы біз анықтайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. 1, 2, 3. Ал 4:79 секундта біздің Бану бітті. Ал енді біздің Ұлжан қыз енді білмеймін жеңеді ма, жеңбейді ма көре жатамыз. Құлатып алған жағдайда әрі қарай жинап кетуге болады достар. Просто бұл жерде кімнің жылдамдығын анықтаймыз, Бану ма, Ұлжан ба? Бұл жерде жылдамдық маңызды. Достар, міне біздің Банудың ойындағы нәтижесі осылай болған, 4:79. Ал келесі кезекте Ұлжан. Ана секундомерді қоя қой, Бану. Сбросить ете салшы. Иә. Дайындал. Кім жеңеді екен? Қобалжымаймыз. Құлап қалған жағдайда әрі қарай жинап кете береміз, иә? Бұл жерде жылдамдық маңызды. Бастаймыз. Бану, сен де дайын тұр. Мен 1, 2, 3 деген кезде сен де бастайсың, Ұлжан сен де бастайсың. 1, 2, 3. Стоп. Достар, 10:19 болды. Достар, біздің Ұлжан ашуланып қалды. Бұл жерде ше, болған ойын Ұлжан олай өкпелеп ренжудің керегі жоқ деп ойлаймын. Келесі жол жеңерсің. Оның үстесен Бану ағараны кішкентайсың ғой енді. Саған ренжитін ештеңе етпейді. Ал ендеше Бану жеңісің құтта болсын, саған 500 теңге. Ұлжан, ашуланбаймыз, өкпелемейміз, қабағымызды ашамыз. Достар, біздің Ұлжан Достар, біздің Ұлжан кішкене мінезі бар қыз, негізі өмірде де видеода осылай мінезін көрсетіп жүреді үнемі. Түсіністікпен қараймыз, бірақ ашуы тез тарқайды, бір жарты сағаттың ішінде тарап кетеді ашуы. Сол құтты болсын енді, Бану 500 теңгең. Достар, мәнеген аялағымызды мына жақтан Мұстафа жеп отыр.
Достар, біз деген үйді жинастырып кәдімгідей қазір анаяқтан олар шулап жатыр. И біз кеш батты енді. Түнге қарай осындай маска, өткенде мен тапқыттан алған болатын. Осындай 3 түрлі маска. Мынандай атын білмеймін ғой, осындай мынандай синаброма атағандай. Алам деді, мен алғым келген. Я осы түрі ерекше болып көрінді, сосын осыны алдым. Мен түріне қарап бағалаймын негізі көбінесе. Бірақ бәрі іштері бірдей бірақ негізі. Ну, просто так маған осы түрі ұнады. Осыны мен істеймін. Мотор мындай аты қандай нан? Білмеймін. Осындай. Мына біреуін енді артық қалайын деп тұр достар. Ол келесі жол. Я мен оны келесі жол өзім бетіме қоятын шығармын. Қазір еді ана сарапты Ұлжан Жоқ, мен анауым. Иттер. Артында скотч тұрды. Дейін Осы түрін Ұлжан. Және мынау осындай түрін мен. Ал ендеше біз бетімізге жапсырамыз. Достар, біз енді маскамызды ашайық. Осындай неде синапромасындай. Ең қауіпі. Латте ауашып атық депті. Латте оны да біз істесеміз ғой. Ойланым менен бұрын жабыстырып атыр. Так, біз үйрақсанды бір Татысы. боша енді. 1, 2, 3. Ай, мен көзім. Айна, мұздай ғой. Мен... Oldum ben. Ne buldum? No. Dostlar, endi kutamiz. 10-15 minutday. Dostlar, bizde vaqt bo'ldi. Endi maskamizni olamiz. Men jabıspay bo'laman. Okey, sen qayta oldin. Mana bizde betimiz o'smay уже o'tirib tur. Do и после. Опиш. Доле. Dostlar, mana qaranglar bizning betimizga. O'si betimiz qalay jiltlab turibdi. Короче, kuni beti ademi jiltlab tur. Kommentariy qilasiz. Да. Bizga o'smay bo'ldi betimiz. Dostlar, o'shan bizning videomiz yoqdi. Agar sizga yoqsa bizga mіндетті түрде лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізде қазір ұйқы келіп жатыр, уже ұйықтаймыз. Енді бізде видеомыз сіздерге ұнады деген ойдамыз, қызықты болды деген ойдамыз. Ал ендеше бәріңізге сау болыңыздар.